Алматы облысында мемлекетке қайтарылған активтер есебінен 32 әлеуметтік нысанның құрылысы қолға алынды. Бүгінде оның 29-ы толық аяқталған. Кезінде заңсыз кеткен қаражат енді шалғайдағы ауылдарға медициналық пункт, спорт кешені және өзге де әлеуметтік инфрақұрылым болып қайтуда. Тақырыпта Дастан Маратұлы тарқатып айтады. Қайтарылған активтердің басым бөлігі денсаулық сақтау саласына бағытталған. Өңірде 26 медициналық нысан іске қосылды. Жаңадан ашылған фельдшерлік-акушерлік пункттер мен амбулаториялар шалғайдағы ауыл тұрғындар үшін медициналық көмекті қолжетімді етті. Мы очень долго добивались этого ФАПа. Біз бұл ФАПтың ашылуын ұзақ уақыт күттік. Өйткені ауылымызда медициналық пункт ескі болды. Қазір ашылған мекеме жұмысын жақсы жүргізіп жатыр. Дәрігерлер қабылдайды, талдау нәтижелері алынады, қажетті медициналық қызметтер көрсетіледі. Сонымен қатар Қаскелеңдегі орталық аурухана 4 миллиард теңгеден астам қаражатқа күрделі жөндеуден өтуде. Ал Жалаңаш ауылында 1,1 миллиард теңгеге спорт кешені бой көтереді. Инфрақұрылымда назардан тыс қалған жоқ. Қоянқұс ауылында кәріз сорғы станциясы жаңғыртылды. Прокуратура бұл жобалардың сапасы мен қаражаттың мақсатты жұмсалуын қатаң бақылауда ұстаймыз дейді. Біздің міндетіміз активтерді мемлекетке қайтарумен ғана шектелмейді. Қайтарылған әрбір теңгенің халық игілігіне жұмсап, өмірдің дамуына қызмет етуін қамтамасыз ету маңызды. Сондықтан прокуратура аталған жобалардың іске асырылуын сүйемелдеп, құрылыс мерзімдерін, жұмыс сапасын және қаражаттың мақсатты жұмсалуын байқалуда. Өңірде мемлекетке қайтарылған қаражат есебінен атқарылған жобалардың жалпы құны 23 миллиард теңгеге жуықтайды. Заңсыз кеткен қаражаттың халық игілігіне қайтуы өңірдегі әлеуметтік жағдайдың жақсартудың нақты қадамы. Дастан Маратұлы, Құттықбай, Қонаев медиа.